Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний урок. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыста қалай киінеміз. Сегодняшняя наша тема – как одеваемся зимой. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Қыстық киім түрлерін ауызша және жазбаша қолдана білу. Сегодня мы на уроке научимся устно и письменно рассказывать о зимней одежде. Жаңа сөздер, новые слова. Қолғап, қолғап. Варежки, жұқа, жұқа. Тонкий, қалың, қалың. Толстый, тоңады, тоңады. Замерзнет, тоңбайды, тоңбайды. Не мерзнет, сақтан, сақтан. Берегись. Жаңа сөздерді қайталаймыз, сөздік дәптерге жазып аламыз. Повторите новые слова, запиши словарь. Тыңдалым. 26 бет. Тыңда, қайтала, оқы. Послушайте, повторите и прочитайте. Қыста Анель мен Анна далада ойнайды. Күн суық. Анель тоңбайды. Оның күртешесі қалың. Анна тоңады. Оның күртешесі жұқа. Бас киімі жоқ. Анна, қалың күртеше ки. Бас киім ки. Қыста жылы киін. Аурудан сақтан. Енді мәтінді аударайық. А теперь перевод. Зимой Анель и Анна играют на улице. День холодный. Анель не замерзает. Ее куртка теплая. Анна замерзла. Ее куртка тонкая. У нее нет шапка. Анна, одевай теплую куртку. Надень шапку. Одевайся зимой тепло. Остерегай болезней. Сіздермен бірге мәтінді оқып тыңдадық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Оқылым. Задание по чтению. 26 бет, бірінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып оқы. Дополните предложение и прочитайте. Анельдің бас киімі бар. Анельдің бас киімі бар. Бұл бас киімнің түсі жасыл. Жасыл у нас зеленый. Аннаның бас киімі жоқ. Аннаның бас киімі жоқ. Бұл бас киімнің түсі, балалар, қызыл. Қызыл у нас красный. Ары қарай жалғастырайық. Жазылым. Сөйлемді толықтырып жазамыз. Дополните предложение и пишите. Қыста не киінеміз? Қалай киінеміз? Басқа не кию керек? Ал қолға не кию керек? Аяққа не киеміз? Осы бос орындарды қажет сөздермен толықтырамыз. Енді балалар, мен сіздерден кері байланыс күтемін. Барлық тапсырма түсінікті ма? Толық түсіндіңіздер ме? Немесе мүлдем түсінбедіңіздер ме? Осыны маған айтыңыздар. Жду от вас обратной связи. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.